қоғамдық көліктерде құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында Маңғыстау облысында ағымдағы жылдың қаңтар айының 11-15 жұлдыз аралығында тасымалдаушы жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шараның басты мақсаты жүргізушілер мен жолаушылардың қауіпсіздігі болып табылады. Іс-шара кезінде қоғамдық көліктердегі бейнебақылау құралдары және де қоғамдық көліктердің техникалық жай-күйі тексерілді. Сонымен қатар қоғамдық көлікке дабыл түймелері орнатылып, полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылды. Қазіргі таңда тесттік режимде жұмыс жасап тұрған дабыл түймесінен түскен хабарламаға полиция жасағы дереу жететін болады. Сіздермен автобуста келіп тұрған себебім қоғамдық көліктерде орын алып жатқан құқық бұзушылық пен қылмыстар туралы сіздердің қауіпсіздіктерің және жүргізушінің қауіпсіздігі республика бойынша біздерде әртүрлі оқыс оқиғалар орын алып жатыр. Сондықтан да біз болып, қоғам болып осы қылмыспен құқық бұзушылықпен күресуіміз керек. Қазіргі таңда қоғамдық көліктерде қалта ұрлығы бар, алкоголь масаю күйінде қоғамдық көліктерде отырады. Осыған байланысты сіздерден сұрайтыным, 102 желісіне хабарлама беріп, осындай жағдайларды ескертулеріңіз қажет. Сондай-ақ қоғамдық көлік аялдамаларында қоғамдық көліктің тоқтап тұруына кедергі келтіретін көлік жүргізушілеріне профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.